Саламатсыздар ма? Біз бүгін Каспий Голдтың тексерілуі туралы барлық сұрақтарға жауап алатын боламыз. 2024 жылғы мобильді аударымдар жиі қойылатын сұрақтарға жауап. Біздің сүйікті клиенттеріміз бен серіктестеріміздің көбі мобильді аударымдарға байланысты сұрақтармен хабарласып жатыр. Қазақстан Республикасының заңнамасының негізінде біз дәл қазір қазақстандықтарды толғандыратын сұрақтарға жауап дайындадық, деп бөлісті Каспий KZ ұжымы өзінің әлеуметтік желіде. Олай болса кеттік. Бұл ақпараттар Каспий KZ ұжымының берген ақпараттары өте сенімді көзден алынған ақпараттар. Сол үшін бұл сіздерге өте пайдалы болмақ. Олай болса кеттік. Мен кәсіпкермін. Жеке мақсатта Каспий Голдқа ақша аударымын ала аламын ба? Яғни қабылдай аламын ба? Жеке тұлғалар жеке мақсатта Каспий Голдқа ақша аудара алады. Егер тауарларыңыз немесе қызметтеріңіз үшін төлемді Каспий Голдқа алсаңыз, бұл соманы салық есебінде кіріс ретінде көрсетуіңіз керек. Яғни отчетта кіріс ретінде көрсетуіңіз керек дейді. Егер сіз товар немесе қызмет сатқан болсаңыз дейді. Заңнаманың талаптарын сақтау үшін және жеке қаражатыңыз бен бизнестің ақшасын бөлу үшін төлемді кәсіпкерлік шотта алғаныңыз жөн. Бизнеске арналған Каспий Pay үздік мобильді қосымшасында сіз мұндай шотты тегін аша аласыз. Сондай-ақ фискалдық чектерді беру үшін Каспий кассаны қолдана аласыз дейді. Мен кәсіпкер емеспін. Жеке мақсатта ақша аударымын Каспий Голдқа ала аламын ба? Яғни Каспий Голдқа қабылдай аламын ба? Жеке тұлғалар жеке мақсатта сізге Каспий Голдқа ақша аудара алады. Егер тауарларыңыз немесе қызметтеріңіз үшін төлемді Каспий Голдқа қабылдасаңыз, жеке кәсіпті тіркеп төлемді кәсіпкерлік шотқа, мысалы Каспий Pay'ге алып, салық есебінде оны кіріс ретінде көрсеткеніңіз жөн. Каспий Pay'де сондай-ақ фискалдық чектерді беру үшін Каспий кассаны тегін қоса аласыз дейді. Ақша аударымы туралы деректер қандай өлшемшарттар бойынша салық органына беріледі? Заңнамаға бұл жерде ақпарат, шот туралы ақпарат налоговыйға қандай талаптар бойынша беріледі? Заңнамаға сай салық органының сұратуымен барлық банк қатарынан 3 айдың ішінде әр түрлі адамдардан шоттарына айына 100-ден астам аударым алатын жеке тұлғалардың тізімін беруге міндетті. Яғни 3 айдың ішінде 100 адамнан келіп аударым түсетін болса, уже сіздің шотыңыз тексеріледі деген сөз. Және де бұл барлық Қазақстан азаматтарына қатысты айтылып тұр. Ақпарат беру қандай кезеңдерде жүзеге асады? Ақпарат беру 2023 жылы мемлекеттік қызметшілер олардың жұбайы және зайыбы туралы ақпараттар беріледі налоговыйға. Каспий KZ приложениясының. 2024 жыл мемлекеттік мекемелердің, квазисекторлардың жұмыскерлері олардың жұбайы және зайыбының туралы ақпараттар беріледі налоговыйға Каспий KZ-тен. Жеке кәсіп 2025 жыл. Жеке кәсіп, компания басшылары, құрылтайшылары мен акционерлері, оларда үлесі бар адамдар және олардың жұбайы, зайыбы туралы ақпараттар беріледі екен, тоже налоговыйға Каспийден. 2026 жыл барлық жеке тұлғалар туралы ақпараттар берілетін болады. Байқасаңыздар, бұл да жаңағы жалпыға бірдей декларациялау сияқты кезең-кезеңмен Каспий сіздердің деректеріңізді налоговыйға табыс ететін болады. Уже 2026 жылы барлық жеке тұлғалардың бүкіл, яғни Қазақстан азаматтарының шоттары туралы ақпаратты, олардың кіріс шығыстары туралы барлық ақпаратты налоговыйға ұсынады деген сөз. Деректер алдыңғы жыл үшін беріледі.
салық органы осы адамдарға қатысты тексеріс бастауы мүмкін. Банк олардың шоттары бойынша барлық операция туралы ақпаратты ұсынуға тиіс болады. Егер сіз тауар не қызмет үшін төлемді жеке шоттарға алсаңыз, табыстан салық төлеуіңіз керек. Төлемегеніңіз үшін айыппұл салық сомасының 200%. Егер ол 50 мың АЕК-ден көп болса, қылмыстық жауапкершілік басталады. Осы жерді ашып түсіндіре кетейін. Егер сіз мысалы жеке шоттарды қабылдайсыз, яғни Каспий Голдта қабылдап жүресіз, бірақ жаңағы салықты төлемейсіз, ИПН, соцналог деген салықтар бар ғой. Соларды төлемеген болсаңыз, табысыңыз аз көрсетіп, соларды төлемеген болсаңыз, егер на самом деле табыс бола тұра, бірақ табысыңызды аз көрсетіп, ИПН, соцналог налогтарын төлемеген болсаңыз, онда сіз бағанағы примерно білесіз ғой, выпискадан көресіз, қанша табыс бәрін біліп отырасыз, но вдруг төлемей қалдыңыз, Мысалы 30 мың теңге сіз ИПН төлеу керек болған сізде, мысал ретінде түсіндірейін ашып, 30 мың теңге ИПН төлеу керек болған, бірақ сіз оны төлемегенсіз. Сол кезде міне 200% дегеніміз, сол 30 мыңды 200%-ға көбейтесіздер. Сол кезде ол 2 есе дегенді білдіреді. Ол 60 мың теңге болады. Мысалы міне 30 мың төлеу керек етінсіз, көбейтесіз 200%-ға, бірақ сіз төлемегенсіз. 200%-ға ол тең 60 мың теңге, яғни сіз уже 30 мың теңге салықты 2 еселеп 60 мың ғып төлеуге міндетті болады екенсіз. Егер ол 50 мың АЕК-ден көп болса, қылмыстық жауапкершілік басталады дейді. 50 мың АЕК деп отырғанымыз айлық есептік көрсеткіш, яғни орысша МРП деп аталады, минимальный расчетный показатель. МРП деп қысқартылып айтылады, АЕК, МРП екеуі бір. Ол бізде қазір 2024 жыл бойынша бізде минимальный расчетный показатель, яғни АЕК, ол бізде қазір 3692 теңге. Яғни осы 3692 теңге АЕК, ол 2024 жыл бойынша осыны көбейтеміз 50 мың. 184 миллион 600 мыңнан егер табысыңыз асып кететін болса, то есть сіз бірақ оны бағанағыдай оған жауапсыздық танытсаңыз, енді белгіленген салықтарын төлемесеңіз, солай болып қалатын болса, ол кезде уже қылмыстық жауапкершілік басталатынын хабарлайды. Кәсіпкерлік қызмет үшін төлемді, мысалы Каспий Пэйдегі бизнес шотқа алу үшін, кәсіпкерлік қызмет үшін төлемді, мысалы Каспий Пэйдегі бизнес шотқа алу үшін жеке кәсіпті тіркеу керек, және салық есебінде оны табыс ретінде көрсету керек. Сондай-ақ фискалдық чектер беру үшін Каспий кассаны тегін қоса аласыз. Ары қарай кеттік. Мен кәсіпкермін. Тауарлар немесе қызметтер үшін ақша аударымын Каспий Голдқа қабылдай аламын ба? Каспий Голд жеке тұлғалардың жеке мақсатына арналған және кәсіпкерлік қызметке арналмаған. Егер тауарлар мен қызметтер үшін төлемді ақша аударымы арқылы Каспий Голдқа алсаңыз, осы соманы салық есебінде кіріс ретінде көрсетуіңіз керек дейді. Егер вдруг сіз Каспий Голдқа қабылдап алған жағдайда, сіз оны отчетта міндетті түрде табыс ретінде көрсетуіңіз керек деген. Заңнаманың талаптарын сақтау үшін және жеке қаражатыңыз бен бизнестің ақшасын бөлу үшін төлемді кәсіпкерлік шотқа, мысалы Каспий Пэйге алғаныңыз жөн дейді. Яғни сіздердің қамдарыңыз ойлап тұр, егер де сіздер кәсіпкер болсаңыз, лучше Каспий Голдқа емес, лучше Каспий Пэй ашқандарыңыз дұрыс дейді. Өйткені Каспий Голд ол жеке тұлғаларға арналған шот дейді. Ал егер сіз жеке кәсіпкер болсаңыз, онда ИП-ға арналған арнайы Каспийдің шоты, ол Каспий Пэй арқылы төлем қабылдағаныңыз дұрыс делінген. Бір айда әртүрлі адамдардан қанша ақша аударымын алғанымды қалай білемін? Яғни бір айда әртүрлі адамдардан қанша ақша аударымын алғанымды қалай білемін? Каспий Голдқа ақша аударымы жайлы мәліметтерді Каспий KZ мобильді қосымшасында көре аласыз. Яғни өзіңіздің Каспий
голдыңызға кіресіз, Каспий Кз приложениеңізға кіресіз, жеке банкке кіресіз, одан кейін Каспий Голдты таңдайсыз, көшірме деген жерге кіресіз, операциялар және толықтырулар деген сервистерден көре алады екенсіздер. Мен кәсіпкермін, төлемді тек қолма-қол ақшамен қабылдай аламын ба? Заң бойынша кәсіпкерлер төлемді қолма-қол ақшамен және қолма-қолсыз ақшамен қабылдауға міндетті. Яғни без наличка қабылдай аласыз дейді. Сатқан әр затқа клиентке фискалдық чек беріп, кіріс сомасын салық есебінде көрсетуіңіз керек. Егер сатып алушыға картамен немесе QR арқылы төлем жасаудан бас тартылса, ол кәсіпкерге шағымды МКК-ге жолдай алады. Сондай-ақ бизнесіңізді салық органы тексеруі мүмкін. Бұзушылық болған жағдайда бірінші рет ескерту жасалады, ал қайталанған жағдайда бизнестің көлеміне қарай 40-тан 100 АЕК-ге дейін айыппұл салынады дейді. Яғни сіз егер қызмет алушы немесе сатып алушы сізге барып тұрса, яғни сіз кәсіпкер бола тұра QR арқылы төлем жасасам бола ма десе, сіз оны қайтарып жіберсеңіз, жоқ болмайды деп, онда ол кісілер бағанағы МКК деген бөлімге шағым айта алады екен, және де оның салдары сізге уже айыппұлдар бірінші ретінде ескерту беріледі екен. Егер сондай шағымдар түсіп жатса, уже екінші рет шағымдар түсіп жатқан жағдайда 40 АЕК-ден 100 АЕК-ге дейін айыппұл салынады. Айлық есептік көрсеткіш, яғни есептеп көрсетейік, ашып 40, бізде 3692-ні 40-қа көбейтеміз. Сол кезде, яғни 147 мыңнан бастап 147.680 100 АЕК дегеніміз, ол 3692-ге көбейтеміз. Сол кезде 369.200-ге дейін. Яғни 150 мыңмен примерно 150 мың мен 350 мың арасында айыппұл салынуы мүмкін екен. Заңнаманың талаптарын сақтау үшін және айыппұлдан қорықпау үшін Каспий Pay-ге қосылып, кәсіпкерлік қызметке арналған шот аша аласыз, және фискалдық чектерді беру үшін Каспий кассаны тегін қоса аласыз, дейді Каспий Kz. Меніңше өте өзекті ақпараттар болды деп ойлаймын, өте пайдалы болады деп ойлаймын сіздерге. Бұйыртса, осы видеодан кейін Каспий Pay қосымшасын қалай қосуға болады, қалай онымен жұмыс жасауға болатын барлық видео түсіріп салып қоятын боламын. Назарларыңызға рахмет.